Сіздермен кино қалам. Бүгін өте бір өмірлік мағынасы бар фильм жайлы кино шолу болды. Фильмнің аты «Звездочки на земле» деп аталады. Бұл баланың есімі Ишан Авасти. Ол сабағын үлгере алмай сыныптан қалып, қайтадан 3 сыныпта 2 жыл оқып жатыр. Оның оқи алмай жүргені сабаққа бармай қыдырып жүргеннен емес, себебі басқада. Және оны білгеннен кейін оның айналасындағылардың барлығы таң қалады. Олай болса көріңіздер. Ишан мектепте бақылаудың нәтижесін естиді. Ол ең төменгі баға алғанын біледі. Оған мектептегі барлық мұғалімдер айғайлайды, ал оның құрдастары оның жанынан айналып өтеді, себебі ол бір түрлі қияли болып жүреді. Осыған қарамастан Ишанның көңілі әрқашан көтеріңкі жүреді. Ол ауладағы иттерді көргенде қатты қуанып олармен ұзақ ойнайды. Бірақ ол мектеп бақылауын ойыншық ретінде қолдануға болмайтынын ұмытып кетеді. Ишан жалпы ұмытшақ бала. Тамақ ішер алдында қолын жууды ұмытады, кранды жабуды ұмытады, ата-анасына қол қоюға деп мектептен берген бақылауды беруді ұмытады. Ал оның үлкен ағасы Йохан Ишанға мүлдем ұқсамайды. Ол өз сыныбында ең үздік оқушы, ата-анасының мақтанышы. Ол Ишанды ұнатпауы мүмкін деп ойлауға болады, бірақ мүлдем олай емес. Ишанға жалғыз ұрыспайтын адам осы ағасы секілді. Бірде көшедегі иттердің үруін естіп қалып, Ишан барлық сабағын тастап жүгіріп шығады. Ол иттермен ойнап отырғанда көрші балалар доп ойнап жүреді. Бір сәтте ойнап жүрген доптары Ишанның жанына түседі. Балалар оған допты лақтыр дейді. Бірақ Ишанның лақтырған добы басқа жаққа кетеді. Бұл балалардың атаманын қатты ызаландырады да Ишанға тездетіп допты алып кел деп бұйырады. Ишан мұндай агрессияға қалай жауап берерін білмей, үндемей тұрып қалады. Бұл атаман баланы одан да қатты ашуландырады. Олардың арасында төбелес басталады. Ишан әрең құтылады. Үсті басы оңбай жарақаттанған Ишан үйіне жылап келеді. Жолай ол ұшатын батпырауық тауып алады. Бірақ оны үйінде үлкен мәселе күтіп тұр. Есікті аша бергенде көрші әйел анасына Ишан барлық гүлдерін сындырып тастағандарын айтып жатады. Бұл әйел Ишанды ұрған баланың анасы болып шықты. Ол бала Ишан мен ұрды деп ұялмай өтірік айтып тұр. Сол кезде Ишан оған тап береді, екеуі тағы төбелесе жаздайды. Бірақ ата-анасы ажыратып алады. Көрші әйел бұлардан аулақ болайын деп кетіп қалады. Әкесі Ишанға қатты ұрсады. Ол Ишанға барлығы наразылығын танытып жүргенін айтып, ұлына егер өзгермесең интернатқа жіберемін дейді. Ал анасы керісінше Ишанды аяйды. Ол ұлының жарақатын сүртіп, оны тыныштандырады. Келесі күні таңертең Ишанның әкесі бірнеше күнге сапарға кететін болады. Ишанның анасы күйеуін дайындап шығарып салып, үлкен ұлына таңғы асын беріп болғанда, бірақ Ишан есіне түседі. Ол болса ештемен ойламастан ұйықтап жатыр. Оны мектепке дайындау үшін анасы күнде оны қиялдан арылып, тез дайындалуына көмектеседі. Мектепте Ишанды кезекті қиындық күтіп тұр. Барлық балалар мұғалімді тыңдап отырса, Ишан терезеге қарап бірдеме ойлап отыр. Мұғалім одан кітаптағы сөйлемді оқуын сұрағанда, ол оқи алмайды. Ишан кітаптағы әріптер алдында билеп жүр деп айтады. Оған барлығы күледі. Мұғалім оған сенбейді, бірақ осындай сәттерде Ишанның ерекше жауабы бар. Ишанды сыныптан шығарып жібереді. Келесі математика сабағында ол үй тапсырмасын орындамаған және ата-анасына қол қоюға берген бақылауын да қол қойдырып әкелмегенін түсінеді. Сол кезде бала сабақтан қашып кетуден артық жақсы шешім таппайды. Ол көшедегі саудагерлерге қарап, құрылысшыларға қарап, малярларға қарап, тіпті жаяу жүргіншілерге қарап оларды бақылайды. Өзінің жалғыздығы мен тыныштығынан ләззат алады. Үйде Ишан көп сурет салады, ал үй тапсырмасын орындауға келгенде анасынан көп ескерту естиді. Анасы дәптерде барлық сөздер неге қате жазылғанын түсінбейді. Ұлының тағы сыныптан қалып кететініне сенімді. Түн ортасында Ишан ағасын оятып, мектептен қашып кеткенін айтады. Ағасы естіп шок болады. Ол інісіне қалада жалғыз жүру қауіпті екенін айтады. Себебі оны көлік қағып, болмаса біреулер ұрлап кетеді дейді. Бірақ істелген зат істелді. Ишан ағасына мектепте болмаған үшін түсініктеме жазып бер дейді. Йохан басында қарсы болады, бірақ бауырын жақсы көргендіктен анасының атынан түсініктеме жазып береді. Түсініктемені әдемілеп жазғаны сонша мектептегі мұғалімі білмей қалады. Сосын мұғалім сыныпқа бақылау береді. Бақылаудың нәтижесі бүкіл оқыған семестрдің нәтижесіне әсер етеді. Ишан бақылауда барлық балалар сияқты есеп шығармай неше түрлі космостық корабльдер жайлы қиялдап, соңында бір ғана есепті шешеді. Оның өзі қате. Ишанның әкесі сапардан келеді. Ишан оған қатты қуанады, бірақ қуанышы ұзаққа созылмайды. Ишанның өтірігі шығып қалады. Әкесінің ұрысуынан кейін Ишан сабақтан қашып кетіп, қалада қыдырып жүргенін мойындайды. Ишан жайлы жаман жаңалық мұнымен бітпейді. Арада бірнеше күн өткеннен кейін олар мектеп директорының алдына барады. Ол жерде барлық мұғалімдер Ишанның өте нашар оқитынын айтады. Ол өткен жылдан бері ешқандай прогресс көрсетпеген екен. Жазғанда да дәл солай қатемен жазады. Одан бөлек Ишанның қол қойып алып кел деген бақылауды да алып келмегенін айтты. Сосын директор егер Ишанның оқу үлгерімі жақсармаса, онда оны мектепте қалдырмаймыз дейді. Оны арнайы жетілуі төмен балаларды оқытатын оқу орнына жіберу керек деп кеңес береді. Әкесі директорға қатты ашуланады. Ол ұлын арнайы оқу орындарына жібермейтінін айтты. Сондықтан да ол сол күні кешке бір танысына хабарласып,
ұлын интернатта оқытатын болып келіседі. Әйелі оны интернатқа жіберуден бас тартуын сұрайды, себебі Ишан ешқашан өзі жалғыз басқа жерге қалған емес. Сосын оқу жылының ортасында баланы ауыстыру стресске әкелетінін айтты. Бірақ әкесі райынан қайтпайды. Осыдан кейін бірнеше күн бойы Ишан жаман түстер көріп ұйықтай алмайды. Ол анасына барып интернатқа бермеңдер деп жылайды. Анасы баласын қимай көнгендей болған еді, бірақ Ишан тағы да бірдеме бүлдіреді. Ол көрші балаға жарылғыш зат лақтырады. Арада біраз уақыт өткен соң ол үлкен оқу орталығына тап болады. Бұл жерде қатаң тәртіп, мұғалімнің айтқанын бұлжытпай орындау шарт. Ишанда жаңа өмір басталады. Бұл жерде ол өзін бұрынғыдан да жалғыз сезінеді. Бала әке-шешесі неге өзін интернатта тастап кетті деп үнемі жылайды. Анасы да үйде өзін қоярға жер таппай жылайды. Ол ұлының салған суретін тауып алады. Ол жерде Ишан басқалардан өзін бөлек салған екен. Ишанды интернатқа беріп дұрыс шешім қабылдадық па деп қатты уайымдайды. Интернатта Ишанға бұрынғыдан да көп ескертулер айтады. Оған енді тек жаман оқыған үшін ұрыспайды, галстук тағылмаған үшін де ұрсады. Сабақта оны мектептің үздік оқушысы Раджанның жанына отырғызады. Раджан оның көңілін көтеруге тырысады. Ол Ишанға интернат тек жазалауға арналмаған, бұл жерде де жақсы дүниелер табуға болатынын айтады. Бірақ күнде саған барлық мұғалімдер ұрсып жатса, барлық балалар саған қарап күліп жүрсе, жақсы дүниені табу өте қиын. Онымен қоймай суреттен беретін мұғалімі жаман нәтижелер үшін сызғышпен қолынан ұрады. Оған бірінші рет ата-анасы көруге келгенде ол олардан қаша жөнеледі. Тіпті ол ағасы Йохан сыйға тартқан акварелді бояуға да қуанбайды. Ишан енді сабақтарға барғысы келмейді, әсіресе сурет сабағына. Бірақ бұрынғы зұлым мұғалімді Жаңа Зеландияға жіберген екен, ал оның орнына жаңа мұғалім келіпті. Раджан Ишанды қуана-қуана сабаққа апарады. Жаңа мұғалім басқаларға мүлдем ұқсамайды. Ол сабаққа цирк әртісінің киімін киіп, қолына флейтасын ұстап келеді. Балалармен бірге өлең айтады және ойларыңа не келсе соны салыңдар дейді. Бірақ Ишан өзге балалармен қуанбақ түгілі қолына бояуды да алмайды. Келесі күні жаңадан келген мұғалім Рам Раджанды қуып жетіп, одан Ишан неге осындай үнсіз бала екенін сұрайды. Раджан Ишанның бұл жерге жаңадан келгенін айтып, үйіне қайтқысы келіп жүргенін баяндайды. Рам болса қатты таңғалады, себебі оқу жылының ортасында баланы басқа жерге ауыстырмайды. Раджан Ишанның жөнді жаза алмайтынын және оқи алмайтынын айтады, сол себепті де оны бұрынғы мектебі қуып жібергенін дейді. Рам бірден мұғалімдер кабинетіне барып Ишанның дәптерін тексереді. Ол өз көзіне өзі сенбейді. Ишан бір сөзді 3 түрлі тәсілмен жазады екен. Кейін Рам арнайы балаларды оқытатын жерге келеді. Ол бұл жерге өзінің көп уақытын жұмсайды. Ол сол жерде өзінің әріптесіне Ишан жайлы айтып береді. Ишан өзіне қатты ұқсайды екен. Рам Ишан жайлы айтқанда көзіне жас алады. Ол Ишанның көздерінен көмектес деп жалынған баланы көретіндігін айтады. Рам көп ойланбай Ишанның әке-шешесімен кездесіп сөйлесейін деп үйлеріне барады. Ол олардың үйінен көп суреттерді байқап, авторы кім деп сұрайды. Анасы салған Ишан екенін айтқанда Рам сенбей қалады. Себебі өзінің сабағында Ишан бірде-бір рет сурет салмады. Рам әке-шешесімен неге баласын сонау алысқа жібергендерін сұрайды. Әкесі Ишанды сөз тыңдамайды, сабақ оқымайтын бала дейді. Егер ол осында қалса, 3-ші сыныпты тағы да бітірмей қалатынын айтады. Бірақ Рам бұл айтқандарымен келіспейді. Бұл мәселелердің барлығы Ишанның оқи алмайтындығында емес, бұл бір аурудың симптомы дейді. Мұғалім Ишанның жіберген қателерінде белгілі бір заңдылық бар екенін айтады. Ол жай ғана ұқсас әріптерді шатастырады. Ишамда дислексия деген ауру. Бірақ Ишамның әкесін бұл сөздер қанағаттандырмайды. Ол бұл жай ғана сылтау дейді. Сонда Рам Ишамның әкесіне сыртында қытайша жазылған бір қорапты беріп, оқы дейді. Әкесі оқи алмаймын дегенде оған Рам ұрсады. Ишам дислексияның кесірінен жаза алмай оқи алмаудан бөлек күнделікті ұсақ-түйек жұмыстарды да істей алмайды дейді. Мысалға галстук тағу мен аяқ киімнің бауын байлау деген секілді. Оны ешкім қолдамағаннан кейін Ишамның өзін қалай сезініп жүргенін елестетудің өзі қиын. Осыдан кейін де Ишам сурет салуды тоқтатқан болар дейді. Бірақ Авасти мырзаны сурет сабағы қатты алаңдатпайды. Ол ұлының табысы да басқалармен бірдей болғанын қалайды. Сондықтан да ол Ишамда сурет салуға деген үлкен талант бар деген Рамды тыңдағысы да келмейді. Келесі күні Рам сабаққа Ишамның сурет салған кітапшасын алып келеді және оны ешкімге білдіртпей Ишамға көрсетеді. Сосын ол сабақ барысында оқи да жаза да алмайтын ерекше бір баланың өмірбаянын баяндай бастайды. Ол балаға барлығы күліп, мазақ қылғанына қарамастан, бала өскенде ұлы адам болады. Ол баланың есімі Альберт Эйнштейн. Рам бала кезінде әріп танымаған басқа да ұлы тұлғалар жайлы айтады. Леонардо да Винчи, Уолт Дисней, Пабло Пикассо, Агата Кристи. Мұғалім бұл мысалдармен кейбір адамдар бұл өмірге басқаша көзқараспен қарайтынын жеткізгісі келетінін айтты. Және онда тұрған ештеме жоқ. Егер сен ешкім түсінбесе, бұл сен ештеңе істей алмайды деген сөз емес дейді. Осыдан кейін Рам балаларға бүгінгі сабақ табиғатта өтеді дейді. Бірақ сыныптан шықпас бұрын өзіне Ишамды шақырып алады. Ол дислексиямен ауыратын тағы бір адамның есімін айтуды ұмытып кеткенін айтады. Ол өзінің есімі екен. Оның да бала кезінде оқу жағынан қиындық болған. Ал әкесі болса оны дімкәс санаған. Бірақ ол өсе келе бәрін үйреніп алған. Мейірімді мұғалім Ишанды қайта оятқан секілді.
Сабақта ол ағаштан кеме жасап суға жібереді. Оны көрген барлық сыныптастары қатты таң қалады. Рам интернаттың директорына келіп, Ишамның үлгерімі жайлы сөйлескісі келетінін айтты. Директор Рамды өзге мұғалімдер секілді Ишамға шағымдану үшін келді деп ойлайды. Және директор ол баланы интернеттен шығару жайлы ойланып жүргенін айта бастайды. Бірақ Рам директордың сөзін бөліп жібереді. Ол Ишамның қабілеті орташадан жоғары екенін айтып, тек жазудан ғана қиындығы бар екенін жеткізеді. Рам директорға өз жоспарын айтады. Ол Ишамды аптасына бірнеше сағат бойы жазуға, оқуға және математикаға қосымша оқыту керек дейді. Ал басқа мұғалімдер Ишамнан сабақты әзірге тек ауызша сұраса дейді. Директор Рамның бұл жоспарына күмәнданады. Бірақ Рам оған Ишамның салған суреттерін көрсетіп, талантты балаға тағы бір мүмкіндік беруге директорды көндіреді. Рам мен Ишамда жеке сабақтар басталады. Олар әріптер мен сандарды құм арқылы, бояу арқылы және пластилин арқылы үйренеді. Бала үлкен нәтижелер көрсете бастайды. Енді ол көп сөйлемдерді оқып қана қоймай, әдемі қатесіз де жазады. Тіпті ол өзінің галстугын тағып, бауын байлауды да үйренеді. Бірнеше айдан кейін Рам мектепте суретшілер жарысын ұйымдастырады. Бұл жарысқа қатысқысы келетіндердің барлығын алады. Жарысқа 100-ден аса оқушы келеді. Одан бөлек интернаттың мұғалімдері және Рамның суреттен беретін мұғалімі де келеді. Тек Ишан ғана келмейді. Рам қобалжи бастайды. Раджан болса Ишанды таң атпай мектептен кетіп қалған дейді. Рам Ишанның келуіне үмітін үзе бастағанда барып, Ишан соңында пайда болады. Ол өзге балалардан жеке бір жерге барып отырып, ағасы берген бояуын алып, өзі таңертең ерте тұрып көрген көрінісін сала бастайды. Ишамның салған суреті керемет болып шығады. Оны көрген Рам не айтарын білмей қалады. Рамның өзі де осы уақытта ерекше бір сурет салып тастайды. Салынған суреттердің нәтижесін хабарлау басталады. Директор судья ретінде шақырылған Ладжми ханым екі суреттің бірін жеңімпаз ретінде таңдай ала алмай отырғанын айтады. Таңдау мұғалімі мен оның оқушысының суреттерінің арасында болады. Көп ойлана келе Ладжми ханым жеңісті Ишам салған суретке береді. Зал шапалақтай жөнеледі. Барлығы Ишамды қолдайды. Бірақ Ишам шығуға ұялып топтың арасында тығылып отырып қалады. Бар күшін жинап ол соңында сахнаға шығады. Сахнада ол Рамның мұғалімінің қолынан сыйлығын алғасын, көзіне жас алып, өзінің тәлімгерін барып құшақтап алады. Семестр аяқталып, барлығы үйлеріне қайтады. Ишамның әке-шешесі интернатқа келіп директормен кездеседі. Директор оларға мектептің жыл сайынғы шығатын жылнамасын көрсетеді. Бұл жылнаманың мұқабасында ұлдары салған сурет тұр және артында ұлының суреті бейнеленген. Ишанға қарап барлығы таңданады. Кезінде оның қолынан ештеңе келмейді, ешқандай үміт жоқ деген адамдар да таңданысын жасырмайды. Бала өз мұғалімімен келесі оқу жылына дейін қоштасады. Өзін алғаш осылай бақытты сезініп, Ишан үйіне демалысқа қайтады. Осымен фильм аяқталады, достар. Шыны керек, осындай балалар бар екені жасырын емес. Бірақ осындай мұғалім бар ма екен? Осы алаңдатады. Сіздер фильм жайлы не ойлайсыздар, достар? Мүмкін сізде де осындай қызықты оқиғаңыз бар шығар. Оны пікір бөліміне жазып отырыңыздар. Және сіздерге бір өтінішім бар. Егер осы киношолым сіздердің көңілдеріңізден шықса, онда осы видеоны бөлісе кетулеріңізді сұраймын. Мүмкін бір балаға көмегі тиіп қалар, мүмкін бір баланың ата-анасына көмегі тиіп қалар деген үміт. Келесі шығарылымда кездескенше, достар, сау, сәлеметте.